Адамның ең басты байлығы денсаулық екенін бәріміз жақсы білеміз. Дені сау адам табиғаттың ең қымбат жемісі. Осы орайда біз сіздерге маңызды мүшелеріміздің бірі көз туралы айтқымыз келіп отыр. Көз адамдардың айналадағы нәрселерді көруіне мүмкіндік беретін энергиясы. Көру мүшесі арқылы біз қоршаған әлемді танимыз. Темекіден бас тартып, компьютердің алдында ұзақ уақыт отырмаудың өзі көзімізді көптеген аурудан сақтап қалады және күн көзіне қарсы киетін көзілдірігімізді міндетті түрде тексеріп алуымыз керек. Өйткені оның да кері әсері көп. Ал ең бастысы дұрыс тамақтануымыз қажет. Назарларыңызға көз күтіміне пайдалы тағамдарды ұсынамын. Жұмыртқаның сарыуызы. Жұмыртқа емдік тағамдар қатарына жатады. Ал оның құнды бөлігінің бірі сарыуызы. Оның ең зиянды өнімдердің бірі дейтіндер де бар. Бірақ дәрігер Пол Дагерти ол тұжырымды теріске шығарды. Жұмыртқаның сарыуызы лютеиннің қайнар көзі. Бұл антиоксидант бос радикалдармен күреседі. Көбіне бұл ауруға жасы 65-тен асқан адамдар душар болады. Оларға жұмыртқаның сарыуызын шикі күйінде жеген дұрыс. Өсімдіктер. Қандай тағам жасасақ та өсімдіктерді қосуды ұмытпайық. Олардың құрамында лютеин өте көп, сондықтан көз ауруларының алдын алады. Майлы балықтар, лосось, скумбрия, тунец, анчоус сынды балықтардың дәмі де тәтті, пайдасы да мол. Олардың құрамында майлы қышқылдар өте көп, ал ол қышқылдар біздің көру клеткаларымызды жақсартады. Цитрусты жеміс-жидектер. Цитрусты жеміс-жидектерді біздің көзімізге пайдалы деп есептейді. Өйткені олардың құрамында дәрумендердің барлық түрі кездеседі. А дәрумені көздің көруінің нашарлауынан, оның сәуле сындыру күшінің ақауларынан қорғайды. С дәрумені көз ішіндегі қысымның көтерілуіне жол бермейді. Е дәрумені катарактаға қарсы күреседі. Себебі катаракта кезінде сәуленің көз бұрышына өтуі қиындайды. Көздің көруі нашарлайды. Сондықтан цитрусты жеміс жидектердің көз ауруларына қарсы көмегі көп. Сәбіз. Сәбіз жалпы адам денсаулығына пайдалы көкөніс. Ол көздің көруін жақсартады, өйткені құрамында лютеин мен бета-каротин бар. Ал бета-каротиннің құрамындағы дәрумендер көзге мол әсерін тигізеді. Миндаль. Басқа да жаңғақтар секілді дәрумендерге бай. Жоғарыда айтқанымдай, дәрумендер катарактан құтқарады. Күнделікті миндаль жеп тұрсаңыз, Е дәруменімен құнарланасыз. Денсаулығымыз өзіміздің қолымызда екенін ұмытпайық. Дендеріңіз сау болсын.